Қалайсың, Анар? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Шүкір, амансың. Жігіт қалай? Кездесу болды ма? Жақсы, иә, кеше болды. Көбісі жігітті ойлап жатыр екен, кішкене бір көргенде қыз құмарлау деген сияқты. Ал қылықтар жалпы байқалды ма кездесу барысында? Кездесу барысында байқалмады. Енді кеше қобалжығаннан бір кішкене сөздерінен авария болып қалған. Бірақ ол өмірде қалай екен жалпы? Эфирден өмірде жақсы. Жақсы. Ортақ тіл табыс алдыңдар ма? Иә. Жалпы осы уақытқа дейін жалпы жігіт баласына қандай сыйлық сыйладың? Ең қымбат. Свидание жасағам, белдік подарить еткем. Көп қана майда шөделер. Крупный жоқ па? Киім, қымбат киім подарить еткем. Ол жігітіңе ме? Брендовый, жігітіме. Қанша жыл? Қалайсыңдар, қалдарың қалай? Шүкір, жақсы, амансың, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, амансың. Мыс қалай болып жатыр? Подписчик өсіп жатыр ма жалпы? Жалпы өскенде YouTube Pro дегеннен бірден постпен бастап кетті. Контент түсірмесек, видео түсірмесек, ол подписчиктер қалай өседі? Енді бұйырса контентті қолға алайын деп. Махаббаттарыңды көрсетсеңдер мүмкін сол махаббатқа куә болатын оқырмандар тіркелетін шығар. Бәлкім, көре жатармыз енді. Контентпен жұмыс жасаймыз деп шештік енді. Бұл кісі камераны алып жұмыс жасайды. Мен айфонды алып жұмыс жасаймын. Енді 17 Pro деп жатыр ғой. Жалпы осы уақытқа дейін жігіт баласына қандай сыйлық алдың ең қымбат? Ең қымбат браслет подарить еткен алдым. Алтын браслет. Оның суммасы? 200 мың теңге. Жүріп жүрген жігітің ба не қалай ол? Жүріп жүрген. Кино. қалай айтады екен да? Жоқ, енді бар дүниені бар деп айтып жатырмын да. Просто былай ойлап. Қалайсың ол екен? Күшті. Кеше түндегі туған күннен прямой келе салғансың ба? Жоқ, негізі ол туған күн өзіміздің туыстарымыз ғой. Сол кеше эфирден соң әпкеме жездемейіне барған болатын. Сонда Шымкентте менің інім келіпті, сонымен общем солай бірдаса отырып, манты жеп, общем, негізі үйдің жалғыз баласы болған соң, келін іздеу керек, сонымен сондай бір ақылдас жібердік та, сосын солай салдық. Бүгінгі образ ненің құрметіне? Неге бұндай ерекше образбен шығуға не түрткі болды? Үмітке күтіп жатырмын. Сол бүгін маған үмітке келсе екен, осы жерден Құдай қаласа ұзатылып шықсам екен деген сияқты. Жақсы ниет. Күшті жарасып тұр негізі. Қыздың көзі қызылда деп. Кәм бір айналып қойшы? Бір айналайын ба? Оны сен мына ұстай тұр. Кәні, еркелетті неқа отыра қалады, кәні? Еркелетті өз неқа отыра қалады, кәні? Давай. Еркелейді қазір өзі. Қасымызға келіп жүгіріп отыра қалады өзі. Көнейін деп тұр өзі. Түрін қара, актер өзі. Киноға түседі өзі. Военный киім киіп түседі. Өзі деген актер. Өмірде де актер, кинода да актер. Не істейміз бұл актерді? Қазақстанда қорғауға де. Сендер қазірден бастап Араласпаңдар. тыныш сөйлемесін шын сөйлегенде. Қазірден бастап сендермен подписыңды аламдар. Көтеріп 5 жұлдыздар мына шекесіне 5 жұлдыз. 5 жұлдыз емес. 5 жұлдызға болған әлі ерте. 2 жұлдыз жабысып тұрған шығар енді. 1 жұлдыздың жартысы да жоқ десе. Өздерінің жоқ та, жоқ нәрсені біреуін көре алмайды. Біз просто өте қатты қарапайымбыз. Қарапайым деген біз. Қалайсың, Арай? Жақсысың қалайсың? Қалың ғой. Ерекше образбен кепсің ба? Жалпы Шейхті күтуге дайындалып жүрмей қашырып шығасыз. шейх деп жатсың, жалпы осы уақытқа дейін жігіт баласына ең қымбат қандай сыйлық алдың? Осындай эфирдің алдында осындай. Эфирде ғана емес, бұлар Мен жігітпен жүрмегенмін. басында да осылай жүрген. Енді дос жігіттер болсын, ухажер деп жатады ғой қыздар көбіне. Ондайлар болмаған ба? Ойланған қараған сияқты айтқың келмей тұрған сияқты. Жоқ, негізінде шетелге не істеген, бірақ мен отказ берген. Сені ұнатып жүрген жігіт. Шетелге путевка берейін деген, бірақ мен не істедім. Отказ бердім, бірақ мен білмеймін, жігіттерден подарка ала алмаймын, үйлену керек шығар алып. Мен сама деп қалған маған. Ал сен өзің жігіттерге қандай сыйлық бердің ең қымбат? Ең қымбат жігітке бермегенмін, әкелеріме бергем. Папаға, умраға деген сияқты. Күшті.